Karаңызчы, Аю, бұл сиклі портал болуы керек. Bir күні Маша мен Аю үйде ойнап жүреді. Кенеттен олар еденде бір нәрсе жарқырап тұрғанын байқады. Ол өте үлкен және әдемі портал екен. Түрлі түсті блоктармен жарқырап өзіне шақырып тұрғандай. Bir нәрсе бар, Маша. Бірақ абай болайық. Аю алдымен сақ болды. Бірақ Машаның қызығушылығын жеңе алмады. Олар қол ұстасып порталға бірге секірді. Дүние айнала бастады. Түстер араласып, оларды белгісіз бір әлемге алып бара жатқандай. Бірнеше секундтан кейін айналу тоқтады. Маша мен Аю көздерін ашып, айналасына таңдана қарады. Біз қапыз, Аю. Маша мен Аю өздерін бұрын соңды көрмеген әлемде тапты. Айналасындағының барлығы текшелерден тұрғандай, ағаштар, шөптер, тіпті жануарлар да. Күн жарқырап, аспанда ақ мақтадай бұлттар жүзіп жүр. Бұл таңжажайып. Маша бір текше шөпке секіріп, оны қолымен ұстап көрді. Аю да айналасына қызығушылықпен қарады. Ол бұл жердің бұрын өмір сүрген ормандарынан мүлдем өзгеше екенін түсінді. Бірақ бұл жерде бір тыныштық, бір бейбітшілік сезіліп тұрды. Кәне, бұл әлемді зерттейік. Олар жасыл алқаптармен жүріп, мөлдір өзендерден секіріп, биік тауларға қарай өрмеледі. Барлық жерде жаңа және қызықты нәрселерді кездестірді. Бұл біздің ең қызықты ойынымыз сияқты, Аю. Bir кезде Маша мен Аю кішкентай бір ауылға тап болды. Үйлер түрлі түсті текшелерден салынған, ал көшелерде күннің көзінде жарқырап тұрған рельстер төселген. Ауыл тұрғындары мейірімді және қонақжай екен. Олардың кейбіреулері темірден жасалған киім киіп, қолдарына күрек ұстап жүр. Сәлеметсіздер ме? Біз Маша мен Аюмыз, сіздің әлеміңіз өте әдемі. Ауыл тұрғындары күлімсіреп, оларды қуана қарсы алды. Олар Маша мен Аюға өз ауылдарын аралап көрсетіп, оларға Майнкрафт әлемі туралы көптеген қызықты нәрселерді айтып берді. Біздің әлемде көптеген заттар бар. Сіздер ағаш кесіп, тас жинап, өз үйлеріңізді сала аласыздар. Вау, қандай керемет. Біз де осында үй салғымыз келеді. Ауыл тұрғындары Маша мен Аюға үй салуға көмектесуге келісті. Оларға құралдар беріп, құрылыс материалдарын табуға көмектесті. Маша мен Аю ағаш кесіп, тас жинап, терезелер үшін әйнек іздеді. Аю өзінің күшімен таң қалдырды. Ол бірнеше ағашты бірден құлата алады екен. Маша болса үйдің дизайнын ойлап тауып, оны әдемі етіп безенді. Бірнеше күннен кейін олардың үйлері дайын болды. Ол кішкентай, бірақ өте жайлы еді. Үйдің жанында гүлзар болды. Ал терезеден әлемнің әдемі көрінісі көрініп тұрды. Міне, біздің жаңа үйіміз. Бұл жерде тұруға қандай керемет. Бұл біздің жаңа бастамамыз сияқты. Әлемде Маша мен Аю бал жүрді, күлімдеп жүреді. Үй салып ал, олар күн өтіп, бал жинап міне қуаныш түрінде. Көктемде далада гүлдер жайнап, Майнкрафтта жүреміз жолда. Ойын шығында көбелектай, жаңа әлемдер ашады таймай. Маша, Маша бізбен дос, Аю, Аю сенде қос. Бәріміз бірге ойнап күліп, Майнкрафтта жаңа жол салып. Түнде аспан жарқырап, жұлдыз шығады. Маша мен Аю ойына да шығады. Ай астында бірге қызық көріп, біздің әлемде бәрі де көңілді. Маша, Маша бізбен дос, Аю, Аю сенде қос. Бәріміз бірге ойнап күліп, Майнкрафтта жаңа жол салып. Түнде аспан жарқырап, жұлдыз шығады. Маша мен Аю ойынына да шығады. Ай астында бірге қызық көріп, біздің әлемде бәрін де ұнатамыз. Маша, Маша бізбен дос, Аю, Аю сенде қос. Бәріміз бірге ойнап күліп,
Minecraft'ta жаңа жол салып, Маша бізбен дос. Аю сен де қос, бәріміз бірге ойнап күліп, Minecraft'та жаңа жол салып.